Баяғы бір өткен заманда балықшы шал мен кемпірі көлдің жағасында өмір сүріпті. Балықшы шал күнде көлге барып ау тастайды екен. Күндердің бір күнінде балықшы шал ауына келіп судан тартады. Содан ауы ауырлау болады. Ол ауды өзіне қарай тартып қараса, ішінен нұхыл қоқырсық шығады екен. Содан көңілі түскен балық шал қайтадан көлдің ортасына ау тастайды екен. Содан кешке дейін күтіп, кешке жақын ауды алса, ішінен бір алтын балық шығады екен. Алтын балық балықшы шалға қарап тұрып, мені көлге жіберіңізші, мені босатыңызшы, 3 тілегіңізді орындайын дейді екен. Сонда сасқалақтап қалған балықшы шал көлге жібере салыпты балықты. Алтын балық, о мейірімді жан, 3 тілек айтыңыз орындайын деп. Сонда балықшы шал жоқ, керек емес деп үйіне қайтып кетіпті. Сонда үйіне оралса, кемпірі алдынан қарсы алып, неге балық алып келмедің деп. Балық аулап едім, ауыма алтын балық түсті. Алтын балықты жібере салдым көлге депті. Сонда кемпірі ұрсып, неге балықты жібересің, ол 3 тілек орындайды емес па деп. Үйімізде көріп отырсың, тамақ істейтін астау жоқ деп шалына айғайлап көлге жіберіпті. Балықшы шал қайтадан көлге келіп, алтын балық деп көлге қарап айғайлап, алтын балық көлді жарып тұрып, о мейірімді жан, айта беріңіз депті. Сонда балықшы шал, үйге барсам кемпірім тамақ істейтін астау жоқ деп айтты. Үйіңізге қайта беріңіз деп алтын балық. Содан балықшы шал үйіне кеп оралса, кемпірі астауды құшақтап, қабағы қарсы айырылып отыр екен. Тағы не болды деп балықшы шал сұраса, үйіміз көріп тұрсың қирайын деп тұр, неге зәулемей сұрамайсың деп балықшы шалды қайтадан көлге жіберіпті. Содан балықшы шал көлге келіп, алтын балық деп айқайлап, алтын балық көлде жарып, о мейірімді жан, айта беріңіз депті. Сонда балықшы шал, біздің үйіміз қирайын деп тұр, бізге бір зәулем үй керек деп айтыпты. Үйіңізге орала беріңіз деп алтын балық. Содан балықшы шал үйіне келсе, зәулем үйде алдында кемпірі күтіп тұр, қабағы қарсы айырылып. Тағы не болды кемпір десе, мен осы үйге ханшайым болам, мен осы үйге бастық болам депті. Содан балықшы шал қайтадан көлге келіп, алтын балық деп, алтын балық көлді жарып кеп, о мейірімді жан, айта беріңіз. Балықшы шал, менің кемпірім бастық болғысы келеді екен, ханшайым болғысы келеді екен деп. Содан балық, үйіңізге қайта беріңіз депті. Балықшы шал үйіне келсе, кемпірі деген ханшайым болып, есіктің алдында шалына бұйыра сөйлеп, сен енді алтын балықты алып кел, екеуің де маған құл боласыңдар депті. Содан балықшы шал басы салбырап көлге барып, алтын балық деп, алтын балық көлді жарып, о мейірімді жан, айта беріңіз, тыңдап тұрмын депті. Сөйтсе балықшы шал айтып, сені ілестіріп кел, екеумізге құл боласың деп айтты. Деп содан алтын балық айтыпты,
адамда қанағат болу керек деп айтып барыңыз кемпіріңізге деп. Содан алтын балықшы шал үйіне келсе, кемпірі есіктің алдында баяғы өзінің құлайын деп тұрған үйінің алдында астауын құшақтап кемпірі отыр екен. Содан балықшы шал адамда қанағат деген болу керек екен деп айтыпты кемпіріне. Сонымен осы ертегіміз аяқталды. Қош болыңдар балалар.